Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін қалай менде бәрі жақсы. Бүгін 27-ші сабақты өтетін боламыз. Жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. Әртүрлі мамандық иелер. Сен жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолданатын боласың. Бірінші тапсырма. Қандай мамандық иелері материалға жұмсалатынын білуін тиіс екенін аты. Материалға жұмсалатын жалпы шығынды, бұйымға кететін шығынды санын қалай табуға болатынын түсір. Кесте бойынша есеп құрастырып және оны шығар. Қазір сіздерге көрсетемін. Міне балалар, бірінші тапсырма. Бізде бұл жерде бірінші тапсырмада кесте беріліп тұр. Балалар, міне бірінші бұйымға жұмсалатын шығын 23 сантиметр, екіншісі белгісіз сантиметр, үшіншісі 3 метр дейді. Саны 3 дана, 9 дана, үшіншісі белгісіз дана. Жалпы шығын біріншісінде белгісіз сантиметр, екіншісінде 225 сантиметр, үшіншісінде 384 метр. Міне балалар, осы ережені көрдік пе? Ол үшін біз жышыны табу үшін, жалпы шығынның ең соңғысын табу үшін 23-ті көбейтеміз 3-ке. Түсінікті ме? Міне балалар, біз осыны 23-ті үшін көбейтеміз 3-ке. Міне балалар, және де екіншісінде табу керек, үшіншісінде санының данасын табу керек. Міне балалар, сіздерге көрсетіп қойдым. 23 көбейту 3-тен 369. Сонда жалпы шығын бізде 369 сантиметр. Енді екіншісі, бір бұйымға жұмсалатын шығын. Міне белгісіз, үшін біз 225-тен бөлеміз 9. Темізде 25. Сонда бір бұйым жұмсалатын шығын бізде екіншісінде 25 сантиметр екен. Үшіншісінде бізде санының дана. Осын 384-тен бөлеміз 3-ті. Бізде бұл жерде 384. Балалар, қалай ойлап шығарды деп ойласыздар? Бұл жерде бізде осындай ереже осыған қарап, мен осылай шығардым. Сонда бізде 384-тен бөлеміз 3, 128. Сонда бізде саны 128 дана екен, балалар. Екінші тапсырма. Екінші тапсырмада кеселер бойынша есеп құрастырып, оларды шығар дейді. Балалар, қазір сіздерге көрсетемін. Не балалар, сіздерге көрсетіп қойдым кеселер бойынша. Мен енді бұларды өзім кітапқа жазып көрсетейін дедім. Міне балалар, сіздерге жарық жерден көрсетейін. Міне бір бұйымға жұмсалатын шығын біріншіден 4 метр. Сен саны бірдей десе, онда 5-те 5. Жалпы шығын 20 метр екен. Ал енді екіншісі. Сонда бізде бір бұйымға жұмсалатын шығын 7 метр екен. Екіншісінде бірдей, үшіншісінде 35 метр. Ал енді әсінде бізде бір бұйымға жұмсалатын шығын. Мысалы, бұл жерде 4 метр, мына жерде 3 метр. Санында 6 дана, екіншісінде 8 дана. Жалпы шығын бірдей. Сонда 24-те 24. Ал енді үшінші тапсырма, балалар. Үшінші тапсырма көшейік. Балалар, үшінші есептің асын оқып берейін. Сіздерге үшінші есептің асы 3 адамға, мысалы, үшінші тапсырмада есептер шығар. Асында 3 адамға құймақ дайындау үшін 6 алма жұмсалды, 6 алма. 8 адамға құймақ дайындау үшін неше алма қажет? Міне сіздерге көрсетілген асында 3 адамға 6 алма, 8 адамға белгісіз қанша алма жұмсалды. Осының шешуінде 6-ға бөлеміз 3,
тең 2. 8-ге көбейтеміз 2 тең 16. Жауабы 16 алма 8 адамға жұмсалды. Ал енді әсі. Әсін балалар. Әсінде тігінші тоқ көйлекті сәндеу үшін 24 метр таспа бау жұмсалды. 42 метр таспа баумен неше көйлекті сәндеуге болады дейді. Қазір сіздерге әсін көрсетемін. Міне әсі балалар. Тоқ көйлек 24 метр. 42 метр белгісіз көйлекті сәндеуге болады. Сәнденге болады дейді. Шешуіне 24 бөлу 4 тең 6, 42 бөлу 6 тең 7. 42 метр 7 көйлекті сәндеуге болады екен. Енді высы бар екен балалар. Енді біз сыраға қарайық. Сыраушы 6 метрлік қоршауды бояу үшін 3 килограмм бояу жұмсады. 18 килограмм бояумен неше метр қоршауды бояйды дейді, е? Міне сіздерге бысында берілген шартты шешуі жауаптар көрсетілген. 6 метр қоршауға 3 килограмм болу. 18 килограмм бояумен қанша метр қоршауға болады дейді. Осым шешуіне 6 бөлу 3 тең 2 метр дейміз. 18 бөлу 2 тең 9 метр. Сонда жауабы 18 килограмм бояумен 9 метр қоршауға болады дейді. Ал енді высына қарайық балалар. Балалар, осы әптеде бізде высын көрсетілмеген. Сіздерге көрсеткен высын оқып берейін сіздерге. Ағаш ұстасы 5 орындық жасау үшін әрқайсына тең 40 бұрындалы шеге жұмсады. Егер ол 72 бұрындалы шеге жұмсаған болса, онда қанша орындық жасады? Ағаш ұстасы 5 орындық жасау үшін әрқайсына тең 40 бұрындалы шеге жұмсады. 5 орындыққа 40 бұрындалы шеге жұмсады деп жазамыз. Сіздерге қазір көрсетейін шарттарын. Высы балалар. 5 орындық 40 бұрындалы шеге, 5 орындыққа 40 бұрындалы шеге жасалады. 72 бұрындалы шегеге белгісіз қанша орындық. Ол үшін шешуіне 40-тан бөлеміз 5 тең 8. 72 бөлу 8 тең 9. Жауабы 72 бұрындалы шегеден 9 орындық жасады. Ал енді балалар, сіздерге мен 4-ші тапсырманы көрсетейін. Өрнекті баған түрінде жаз және есептерді ұстанып тексереміз балалар. Балалар, жауаптарын сіздерге ғана көрсеттім. Өзіміз баған түрінде осы есеп оңай баған түрінде өзіміз дәптерге жазамыз, жарай ма? Ал енді біз келесі тапсырмаға қарайық. Бұл жерде бізде 5-ші тапсырма. Өрнектер құрастырып олардың мәнін тап дейді. Балалар, 5-ші есептен өрнектерден осындай есептер құрастырсақ болады екен. Ал енді келесі тапсырма. Міне балалар, салыстыр дейді. 2-ге 8-ді көбейтсек, бізде қанша болады балалар? Ойланамыз сасықпай. 16 әрине. 8-ге көбейтеміз 2 тең 16. Сонда 16 тең болады. Бұл салыстыр. Мен сіздерге салыстыр көрсеттім. Оқпен 60 бөлу 2 тең деп жазбаймыз балалар. Осындай салыстыру қоямыз. Мені салыстыр. Өздеріңіз тексеріп көріңіздер, жарай ма? Енді 7-ші тапсырма. Балалар, 7-ші тапсырманы теңдеулер құрастырып оларды шеш. Бізде домик тұр, үй мысалы. 240 болу еді. Мен мұны 12 қосу x тең 240. X тең 240 азайту 12. X тең 228. Сонда 12-ге қосамыз 228 тең 240. Тең 240 тең 240. Мен сіздерге үстіп осылай көрсетіп шықтым балалар. Осыны өздерің дәптерлеріңізге жазамыз. 2-ші бағанның 1-шісі, ал 90 қосу x тең 480 бұл 2-шісі. Енді 3-шісі 4-шісі бар екен.
Балалар, сіздерге бүгін үй тапсырмасын бермеппін ғой. Онда үй тапсырмасы балалар өзіміз еді 7-ші тапсырмадағы 60 пен 300-ді орындайтын боламыз. Балалар, сабақтың тақырыбы бойынша ең соңғы туры баланың тапсырмалары мен сұрақтар құрастыру дейді. Бұл пазлды құрастырайық. Яқта ойынмен бөліс, ойластыр, ойластыр, ойынмен бөліс, ұсын деген сөз шықты екен балалар. Ұсын ойластыр, ойынмен бөліс немесе. Көрдіңіздер ме? Балалар, бүгінгі сабақ түсініктеме жарайсыңдар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.